Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылар екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайран. Ел бағым жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын немесе бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағыр. Қартайғанда қызығының өзін түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, клиентиктердің азығын бақып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорығылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым бағар кісіге де ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге айтарсың, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып жер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі тез қартаятын бір күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңіліңде, не бір күніңде тыныштық жоқ. Мына жерге, мына елге не қылған софылық? Бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем екен деп тұрады. Бұл тәннің құмары. Бұл болмаса, жан тәнге қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, һәм қуат таппайды. Біреуі көрсем, білсем екен деп тұрады. Керней сұрнай болса, даусына ұмтылып. Бір зат болса, аузына салып, дәмін татып қарап. Ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да. Ол немене, ол немене, ол неге үйтеді, ол неге бүйтеді деп тыныштық таппайды. Бұл жанның құмары. Көрсем, білсем, үйренсем екен деген. Абайдың 6-шы қара сөзі. Ол адамдардың бос сөзге, мәнсіз әңгімеге көп уақыт жұмсайтындығын айтады. Адамның қадірі оның бос сөзімен емес, істеген ісімен өлшенеді. Сондықтан уақыттың қадірін түсініп, оны өзін-өзін дамытуға, білім алуға және еңбек етуге жұмсау керектігін айтады. 2-ші қара сөзі. Адам баласы жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киіну қажет. Һәм ол киімін былғап, ылжыратып кимей, таза кимек дұрыс. Ләкин өз дәулеттерінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербезіңізді. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерін деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттен, дүние-ай, осылардың атындай ат бөліп, киіміне киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмақ қиын іс. Кербез дегенді кердең, немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар-мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселермен оздым ғой дегеннің бәрі де ақымақтық. Естіген нәрсені ұмытпау үшін не істеу керек? Ең бірінші көкірегі байлау болу керек, екіншісі ынтамен ұғу керек, үшіншісі ішінен қайта қайталау керек, төртіншісі жаман ойлардан аулақ болу керек. Жаман ойлардан аулақ болмау бұл жаңа бір құмарлық секілді. Осы төрт нәрсе адамзатты құртады. Бүгінгі челленджіміздің соңына келдік. Абайдың қара сөздері бізге терең ой салып, өзіміздің ішкі әлемімізді түсінуге, өмірдің мәнін іздеуге шақырады. Бәріңізге амандық, бақытты болашақ тілеймін. Осы челленджді нөмір 61-ші мектеп лицейдің тарих бірлестігіне жолдаймын.